Сәлем достар, бүгінгі видео ішек жұмысына арналады. Ішек біздің денеміздегі жол. Ішек арқылы ағзамыз қажетті қорегін алады. Оның жұмысы жақсы болу керек. Сондықтан бүкіл ағзаның және әрбір органның жұмысы ішектің күйіне және функционалдық белсенділігіне байланысты екенін білуіміз керек. Егер асқазан ішек жолы бұзылса, ол асқорытудан ғана көрінбейді. Оған қоса теріде проблема болады, созылмалы шаршау мазалайды және иммунитет төмендейді. Ішекте де пайдалы жемістер болады. Медицина мамандарының көбісінің айтуынша ішекке ең пайдалы жеміс ол алмұрт. Алмұрт ішек жұмысын жақсартып, өз кезеңінде адам иммунитетінің күшеюіне көмектеседі. Алмұрттың ішекке пайдалы болатын себебі құрамында жасұнықтың мол болуы. Бір ғана алмұрттың бойында 6 грамм таза жасұнық болады. Әсіресе қабығында көп, талшық күйінде болады. Талшық тәріздес жасұнық ішекке өте пайдалы. Ішектегі пайдалы бактерияларға азық болады. Мұндай бактериялардың көбеюіне әсер етеді. Ал пайдалы бактерия көбейген кезде ағзаның ауруға қарсы тұру, әсіресе қабынуды басу қабілеті күшейтеді деп түсіндіреді диетологтар. Ішек жұмысының жақсаруына алмұрттан басқа тағы да нелер пайдалы десеңіздер, олар қара өрік, айран, алма, су, зығыр дәні, інжір, қызылша пайдалы. Тағы да айта кететін маңызды жайт, ішектің дұрыс жұмыс істеуі үшін физикалық белсенділікті жақсартыңыз. Дұрыс тамақтаныңыз, жақсылап тынығыңыз. Жылына 2 рет ішектің асқазан мен асқорыту жүйесінің жолдарын тексертіп тұрыңыз. Қатты тағамдарды көп жемеңіз. Әрбір асты ұзақ шайнап жеуге тырысыңыз. Тамақтанып болған соң 30 минут жаяу жүріңіз. Көбірек су ішіңіз. Алкогольді ішімдікті, майлы тағамдарды шектеңіз. Стресс алудан сақтаныңыз. Достар, видео пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Сонымен қатар, пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырауды басуды ұмытпаңыз.